Қайырлы күн достар. Қарапайым әйелдің демалыс күні қалай өтеді? Азан мен демалысқа қарамастан күйеуімді жұмысқа шақырып алды. Кенжем әкесіне ерем деп жылап, оны жұбатып әлек болдым. Менен гөрі әкесіне жақын. Шай ішпестен қайнағамдар келеді дегесін етті қазанға салып қойдым. Етім осындай әдемі болып шықты. Одан соң қартаны бөлек ыдысқа салып, бөлек ыдысқа қайнаттым. Ыдыстарды қолданғаннан кейін демде жуып тастағаным өзіме жақсы деп, оны да жасап тастадым. Кішкентайым мазастанып, ішім ауырды, әкемді сағындым деп біраз еркелегені бар. Мазасы болмай, әкелеп уақытымның бәрін алғаны. Баламен қазаның ортасында жүрдім де қойдым. Кенжетайымды тамақтандырып алдарқаттым. Үлкен балдарым ата-апасының үйінде жүр. Балалар жататын орынды тез жинастырып тастадым. Бұл видеода тез көрінгенмен, өмірде бұндай тез болмайды. Барлық нәрсені бұдан жай жасаймыз. Тамаққа арналған сәбізді, пиязды, картопты аршып, қазанға лақтыра салдым. Тұздықты да турап дайындадым. Тұздығым әдемі боп бұрқырап қайнады. Қараңызшы, әдемі емес пе? Қазаным бұрқырап әдемілеп қайнап жатыр. Картоптарды міне осы кезде салған екем ғой. Балаға да көңіл бөлу керек. Баламның күйі мазасыз болды. Құсып алды, киімдерін ауыстырам дегенше қайнағамдар да кеп қалыпты. Етті қазаннан түсіріп, еттің де жайын жасап тастағаным бар. Қасымда жолдасым жүріп көмектесті. Мен біраз нәрсені жолдасыммен жасағанды жақсы көремін. Етті жолдасыма туратып қойдым. Күйеуім де мен де ата-анамызға қызмет қылдық. Оларға дәмді мына осындай әдемі етті дайындадық. Табағымыз өте үлкен, әдемі, дәмді, аппетитный болып шықты. Видеоға қарап жегіңіз келетін сияқты. Ұялған соң видео түсіре алмай, ыңғайсызданып сығалап тұрмын. Қонақтарды шығарып сап, ыдыстарды жууға кірісіп кеттім. Бітпейтін ыдыс-аяқ, жуу, сүрту, тазалау. Өзім отырып шай ішуді де ұмытпадым. Бұл база емес пе? Балалардың киімдерін кеше жуғамын. Соларды реттестіріп, орын-орнына қойдым. Одан соң қонақ күтілген жерді тазалап, орын-орындарына қойғанды жөн көрдім. Зорға көтеріп жатқаным көрініп тұрған шығар. Мен негізі іләкәр келіндердің бірімін. Кішкене мызғып ұйықтап алайын деп едім, Алмат ұйықтатпады. Содан соң қой жата бермейін деп, үлкен үйді реттеуге кірістіріп кеттім. Бұл біздің үлкен үйіміз, бұл жақта сварка қосамыз деп светті күйдіріп алғанбыз. Электрик шақырсақ та жөндей алмады. Соған қарамастан жарықты жалғап қосып, шаңдарды да сүрттім, видеода түсіріп алдым, батареялардың да тазалап алдым, полдарды да жуып тазаладым. Жалпы бәріне үлгеріппін. Одан соң пылесостың ішіндегі бөліктерін тазалап алуды жөн көрдім. Фильтрді тазалап жудым. Осындай шұқылып жасалатын жұмыстарды жақсы көрем. Міне осындай тап-таза болып шықты. Одан соң күйеуіммен тамақ іштік. Бұл тамақты бізге абысынымыз беріп жерген. Әңгіме дүкен құрып отырып, тамақтанып алдық. Балалар сол үйден тамақ ішіп келген. Сондықтан екеуміз ғана тамақ ішіп отырмыз. Бітпейтін ыдыс-аяқ, тағы да ыдыс-аяқтың кезегі келіп қалыпты.
Әйелдің бір жылда жуатын ыдыс-аяқ салмағы 1 тонна деседі. Бірақ соны кім өлшеп көріпті дейсің? Видеоға айтатын сөздерді жалғап отырғаным ғой. Ыдыстарды жуып болған соң балаларды жуындырдық. Балаларды негізінен әкесі жуындырады, өйткені менде 3 ер бала. Мен тек балалардың тырнақтарын ғана алып беремін. Міне бұл ортаншы ұлым. Мультфильм көруге кішкене ұқсат бердік, қарап отыр. Одан соң өзімнің творческий бұрышымды жинауға кірісіп кеттім. Бұл ортада менің түрлі идеяларым пайда болады. Түрлі жұмыстарды осы орында жасаймын. Одан соң үйдегілердің киімдерін реттеу басталып кетті. Жыртылған жыртықтарын жамап, үтіктеп, жұмысқа, мектепке дайындау басталып кетті. Мен өз киімдерімді ең соңында үтіктедім. Бұл әйелдердің базасы ма деймін, өйткені әйелдер көбіне өздерін соңғы орынға қояды. Бұл да маған тән қасиеттердің бірі. Одан соң өзіме бөлетін уақыт келіп қапты. Жалпы ұйықтарға 5-10 минут кітап оқып отырмын. Сериал көруді азайтып, орнын кітаппен, пайдалы дүниемен алмастыруды жөн көрдім. Міне, бір күнімде осылай өте шықты. Парақшаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.